Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Эдик, және біз сіздермен бірге Clash of Clans'қа видео түсіреміз. Және біз бұл жерде мен қазір атака жасайтын боламыз. Міне осындай әскермен қазір көрсетемін. Міне осындай әскер 10 колдун. Просто атака жасап көреміз. Сол бір видео түсіріп жіберейін деп едім. Біз 5-ші тықалар ғана бада етеміз қазір. Қазір да олайық бір жерлерді қазір өзім айтамын. Көтерайық шамал. Так. Алу оңай сияқты. Сол үшін атака жасайын ба, жасамайын ба. Так, білмеймін. Білмей тұрмын бұл жағын енді. Сол үшін жасамай қаяқ. Бұл жерде мынау қандай тықалды екен. Қазір көрейік тағы бір жерлерді. Бұл жер емес. Бұл жерде емес. Қазір бәрі хитрый, ема. Мен оларды шетінде тұру керек қойып. Міне жібердік. Қазір енді шамал болса да өмір алды. Енді мақтар жібердік. И потом солай жібереміз. И потом мақтарын бүкілін бүйтіп жібереміз. Бұх. Потом екі хилка. Аяқтарға бір хилкалар жібереміз. Осылай. Міне жол аштық. Осылай өтіп кетуіміз мүмкін. Мына гоблиндарды жіберейік қазір. Гоблиндарды жібердік. Қазір мен где-то шамалы гриб сияқты алып жүрмін. Сол үшін кешірім сұраймын. Енді қазір міне біз ұтудамыз. Осылай 3 жұлдыз аламыз қазір. Егер кейбіреулеріне болады, аз болуы мүмкін бұл. Сол үшін кешірім сұраймын, егер аз неге нападать етіп. Маған мен кубы жинағым келеді. Сол үшін аздар ғана нападать еттім. Қазір міне забор сындырып жатыр. Осылай қазір ұтамыз. 3 жұлдыз аламыз, Міне жаққа келе жатыр. Бір маққа көмектесу үшін бүкілі. Міне шамал қалды. Қазір екеуінде 100%-пен ұттық. Енді міне айттым, кубы жинап жатырмын деп. Сол үшін 20 кубык алдық. Бізде қазір 16 кубык. Так, енді көріп тұрсыздар, енді атака жасадым. Енді тағы да бір фармды көрсетейін. Енді мынау кубыққа атака жасадым, және енді фармды көрсетемін қазір сіздерге. Міне повтор қарайық. Міне бұл жерде керемет фарм болды. Қазір міне үстеміз, сосын мынаққа бүйтіп қараймыз. И мұнда луктар жібереміз. И потом мұнда гоблиндарды жібереміз шамалы. Сосын солай ақшасын көп алып аламыз. Бұл тактикада мен қазір көреміз неше гоблин, неше лук қолданғанды. Және бір екінші уровеннің зелесі. Қазір міне атака жасауда. Бұл повторларды көрсетіп жатырмын. Қазір тағы бір повтор көрсетеміз. Міне осылай.
похоже, мынада біз бір молнияны қырып қалған сияқтымыз. Так, осылай қырып тастадық. Сосын олар мактары бітті. Осылай істеді, 1 сағат тұрдық. И потом біз сдацияны бастық. Отказаться еттік. Короче, енді көп ақ теңгесін алып алғаннан кейін мен істедім. Қалай етіп берілдім. Енді міне мынадай тактика. Мына мен сіздерге көрсеттім осыны. Ақша алғанды болған 60 лук және 50 гоблин. Ал мұнда біз керемет фарм болған көрейік қазір. Повтор басып. Бұл 70-ті қағана бат еткенбіз. Міне осылай жібергенбіз. Сосын көп нелерін алып кеткенбіз. Сосын жайлап осы жандарына жібердік гоблиндарды. Көп ақшасын ұрлау үшін. Сосын қараңыздар, бізде осындай теңге ұрладық. Бұл мен үшін өте керемет нәтиже. Ал кейбіреулері үшін бұл жаман ақта болуы мүмкін. Осылай біз сосын ұттық. Ұтылдық, бірақ көп добыча алдық. Бұл жерде мен фарм жасағанмын. Енді тағы көрейік. Тағы сіздерге көрсететін бар ма көрейік. Жоқ, бұл емес. Мен мынаны көрсеткім келді. Бірақ повтор недоступен деп тұр енді. Так. Енді мен осы видеомды аяқтайын деп отырмын, бірақ менің кланыма кіріңіздер. Аты Эдик. Кланның аты видеоның описаниясында болады. Міне қазір оның трофейі. 200 болады. Міне осындай белгісі бар. 200 трофей керек. Бірақ егер сіздер осы кланға кіргілеріңіз келсе, онда осы видеоның комментариясына қалдырыңыздар. Мен сенің кланына кірейін деп едім, бірақ трофей жетпей тұр деп айтасыздар. Сосын мен өзім трофейді сізден сұрайым, неше трофей керек екен. Сосын 0-ге шейін апарам. И сосын солай тұрады. Сосын түсірем, сосын кіресіз, сосын қайттан көтерем. И және міне 10 адамға 40 берем. Міне 40. 9 адамға бердім енді. Тағы 3 адамға 40 берем. Ал сосын больше 40 бере алмайым. Енді қазір міне бітек В басталды осы жаным. Міне. Ал енді сіздермен бірге болған мен Эдик. Сау болыңыздар, амандықта жүздескенше достар.